ата-бабаларымыздан қалған мұраны артымызда келесі ұрпаққа жалғастыру, насихаттау. Жылда Алға қаласында өтетін мәдениет үйінде. Биыл енді юбилей болмағанмен осы шараны жас шыққасын атаның өзінің жерленген жері соның басында өткізіп, ас берейік. Осы ауылдың балдары, жастары, қонақтарымыз не мақсатта өткізіп жатқанымыз көрсін, білсін деген мақсатпен осы ауылда өткізіп жатырмыз. Енді шамалы жолдың қиындығы болған шығар. Олда енді шаршағының бәрі қазір әнәжіне сахнада кетеді. Бұйырса баршаңызға да қош келдіңіз дейміз. Нанан ағарғаннан ауыз келдіңіз. 5 минуттан аспауы тиіс. Ескерте кететін жайт, қатысушылар екі термені де бірінен кейін бірін қатар орындап шығады. Байқауға Ақтөбе облысының аудандарымен қатар Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарынан жасы 20 мен 40 аралығындағы термешілер қатысуда. Ендеше аймақтық термешілер байқауына қатысушы өнерпаздарымызды қарсы алайық. Нұрмағамбетов Мерген Амангелдіұлы, Байғанин ауданы. Әбілхасан Нұрбис Елібайұлы, Ақтөбе облысы. Темірбекова Айда Темірбек қызы, Әйтеке би ауылдан. Бейбіт Қажығалиев, Батыс Қазақстан облысы. Барлыбайып Жақсылық Маңғыстау облысы. Өтелиев Естай Аманғосылы, Хромтау ауданы. Шотов Алтынбек Нұрланұлы, Ойыл ауданы. Сүгірбай Марат Бердібайұлы, Қызылорда облысы. Бегайдарова Нұрзада Досмұхамбет қызы, Мәртөк ауданы. Абдырахманов Қалым Әбдіжалелұлы, Ырғыз ауданы. Самин Жолдас Қуандықұлы, Мұғалжар ауданы. Акув Серік Бейсенұлы, Қарғалы ауданы. Ерімова Аружан Махамбет қызы, Атырау облысы. Кәрім Жаслан Саламатұлы, Темір ауданы. Ермекбай Бекзат Рустамұлы, Алға ауданы. Уразаев Әсет Бердіғалиұлы, Шалқар ауданы. Мінекей өнерпаздар бүгінгі байқауға сақадай сай. Келесі кезекте қатысушыларға сәттілік тілеп, байқауымызды ашып беру үшін алғы сөз Аппазов Бекжан Аппазұлы, Алға аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы, Қазылар алқасының төрағасы. Шара елеусіз, аудандық Жұлдыз газетінің бас редакторы. Сарин Әділбек Мұхидуллаұлы, Шырау Ер Едіге жыр мектебінің жетекшісі. Әбдірова Ғазиза Алпысбайқызы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің музыка және хореография кафедрасының оқытушысы. Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының солисті. Халықаралық шабыт, республикалық асыл мұра, Ақ жайықтың ақ кербезі, Әсет Айманбаев, Жамбыл Жабаев, Майраның салған әндер атты конкурстардың лауреаты. Мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасының иегері. Елемесов Жеңіс Қажымханұлы,
Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің директорының орынбасары. 2021 жылғы Әбубәкір Кердері атындағы аймақтық жыршылар конкурсының бас жүлде иегері, республикалық конкурстардың лауреаты. Байқау алдын ала таратылған жеребе арқылы өтеді. Байқау алдында қатысушылар арасында жеребе тарату рәсімі өтіп, номер бойынша өнер көрсету реті анықталған болатын. Ендеше көп созбай байқауымызды бастайық. Нөмірі бірінші болып шығатын Шотып Алтынбек Нұрланұлы, Ойыл ауданы. Әбубәкір Кердері сапыға арнау. Собылық деген ауыр жол, ұстасаң бұла тәуір жол, собы болар жетеңін, оқыған көп алып бол, атқан оқтай жүзімін, қара тасқанда қалып бол, бұрынғы өткен заманда собылар қалай болыпты, жұмсақ тілі бұршызды, разы болып қалықта, сұрамай берсе садақа, біреу берсе алыпты, қыдырып босқа жүрмеген, шақырса біреу барыпты, пендеге зиян етпеген, күндіз түні саржалап, дүния қуып кетпеген, сол секілді сопылар оқуларын тамамдап, жартысына жетпеген Аллаға ғашық дос болып, Аллаға ғашық дос болып, шайтан менен қас болып, бір кесе ішкен қара су, 10 күніне ас болып, тәкаппарлық ойламай, көңілі оның пәс болып, осы заманның сопысын, әдетін халық біледі, мен сөйлесем күледі, мен де сопы болдым деп, қанақаға кіреді, қанақаққа кіргесін, алып та қойып шалмасын, дауды да соғып жүреді, дауды басып даулайды, мұртында талмай даулайды, жолап кетсең маңына, бәлесі оттай таулайды, бірінің сөзін тәрк етіп, шайтанның сөзін аулайды, түбі бос деп мал берсең, арамда болса қашпайды. Осы заманның молдасы, шариғат жолы осы деп өзін қоштайды. Абдырахманов Қадым Әбдіжәлелұлы, Ырғыз ауданы. Шалқар ауданында өткен жас термешілер байқауының 2-ші орын жүлдегері. Әбубәкір Кердері қазағым. Қарсы алайық. Қыс болса қыстаушының қырға барып, көлденең шыңыраулы шыңға барып, жарлы деп жүз қой бітсе айтушы еді, қой жылқы толық баса мыңға барып,
саралап атайғырын мырзабайлар үргенішке сатушы еді жылда барып, атайғыр айдаушы еді атан алып, матамен қайтушы еді шапан алып, қонаққа қой орнына тайын сойып деуші еді пәлен мырзау атан алып. Күлмен жора болушы еді бай белгісі, ақсауы тұрушы еді ер белгісі, ол күнде штаттанған уақиға жоқ, айдын көл алашатау жер белгісі, сүйеніп жарлыбайғы жалғыз көпке ағалық етуші еді жеңгенгісі. Жаз болса көшуші едің нуды жарып, көлденен өтуші едің суды жарып, піспектей толғай салған сарығымыз ішкендей жібергендей, ау бір тілдау жарып, қымызды ішпеуші еді сапырмаған, жылқыны айдаушы еді сатырлаған, еу тимеген мал тұяғы көк шалғынғау, жағалай қону шауыл жапырылған, жардырып нудануды қоныс етіп, бір жерде бесін қонып отырмаған, үйінде ақсақалдың кеңес құрып, аламан тарқаушы еді топырлаған. Ұл туса қыз ұзатса той қылдырып, халықты жинаушы еді қой қырдырып, бозбала атпен табақ тартушы еді, жиналған 10 кісіге жай қылдырып, 300-ден батыр келіп алуан ачапан алушы еді жыққан палуан. Кіс өлсе ас беруші еді айтып сауын, ағайын келуші еді қауым, біреу ат, біреу бие, біреу түйе, жетелеп келуші еді ауыл, шаңғылып 4 түлік бал шулағанда, тұрғандай болушы едің, бір қазан дауыл, Оқан бұл дәбіл қайыр бермен келіп, төрелер қол жинадау ұлдай келіп, қазағым айқын жатқан дария едің, ақсүйек топыр салдау белден келіп, төрелер сонда жол жүргізді ішімізге, бұрынғы жібермеді күшімізге, төренің сол күндері еткенісі кіреді күй күндері түсімізге. Ойсатайыр Әбілқайыр ханның басы, Абылай Батыр Сұлтан жаның қасы, кешегі Арыстан мен арғын қасы, сол елде әділ жанған шамның басы, Нұралы Сібірі кетті жаман төре, қазаққа болып еді зордың басы. Басқарды кіші жүзді осыған тұр, қазақтың арасынан қойған сардыр, қазақтың қабырғалы бие болып, қасында бірге жүрген болған қардыр. Сөздерім мың теңгелік өтіп кетті, дүниеден сол секілдің асыл жандар еу, Құдай берген келдері 4 нәрсе түссе қолыңа. Жаңсаң жақсау кеседі, безеу салғандай, безең деген қызыл тіл қара тастан өтеді, сөйлемесең нетеді, сөйлесең жамау кетеді. Көшеде білмес көшкенде, көшеде түйе өлтірер, атын беген ат мінсе, бауырынан жаратып, басында көкке қаратып, ауылын көрсе оқталып, шаба түссе тоқталып, босқа шауып өлтірер. Ат қосам дейді бәйгеге, жаратқаны тоқтер қалмас, мысал етіп айтайын, айтқан менен ердан бұз, 4 нәрсе түссе қолыңа, сол жігітте шер қалмас. Әуелі бірін айтайын, бірінші сол әйелді, жақсы да болса әйелін, шығарар сенен атыңды, қылмайды жыртық жегенді, күлдірмей сенің теңіңді, ақылың менен бүтіндеп, келтірер сенің кебіңді, сөз айтып қатының айырмас, ақылыңнан айырмас, сөйлеген сөзі жөн болар, қолы мырза мол болар, сылдырай беріп шешенген, назданып аяқ көселген, жігіт кәні сол қол болар, жаңағы айтқан 4-еудің бірінші сай сол болар.
жырлаған шықса тіл бала деген керек қой мысал қалып қарасаң бұтақта өскен терек қой үшіншісін айтайын үшіншісі ақ болар жүйрік ат мінген жігіттің қайғыз көңілі шат болар жылқылар бірдей болар ма бағзы кейбір адамға жүріс аяғын баспайтын көкшілі қайғыр тап болар жүйрік болсау атыңыз мырзаң қолмен жарысып түйіп тастап желкесін әл бермей басып қарысып қашан құтылып кетесің қоршап тұрса қалың жау қолына түспей өтесің ажалға бұрық дауа жоқ бейнет деген бір істен бір құтылып кетесің астыңдағы тұлпармен табасың жолдың төтесің жаңағы айтқан төртеудің үшіншісі ай осы екен жүйрік тазы ұстасаң кем болмайды дейді ау жігіттер қоян емес түлкі емес қосқаныңда қасқырға құласа төмен қабақтан ұстаса барып тамақтан жүйрік атпен айқасып араласып үшеуі өз қызығы өзімен басы болып бостанай ер жігітке қызық дейді аңға тазы қосқанай алшаңдай басқан жүйріктің алдардымын тосқанай төртіншісі осы екен тыңдаймын десең достар-ай айтайын төртің төтесің мақұлдап қалқып нетесің жүйрік тазы жүйрік ат ақылдайын үшеуі перзентпенен төртеуі қолыңа түссе жігіттер не қам демей етерсің салмаса қолыңа бармағыңда әр жерден тістейді тістей өтерсің ау Уәтелиев Естай Аманғосұлы, Храмтау ауданы, Әбу Бәкір кердері халыққа насихат қылып айтқан үшінші сөзі. Қарсы алайық. Қошеметтеп шабыт беріп отырайық. Әрбір сөздің бастауы Алхамдулла салауат Мұсылман пенде аузынан дұрыс емес тастауы Алла таңмен аралас зікірді етіп зарлаған бір Құдайдың достары Алланың досы кім десең бұрынғы өткен пайғамбар олардың жолын құп тұтқан құлама деп айтқанда ғашық болып Аллаға дүнияны қойғанда ізгілікке қосылмас тұяғы жолдан таяндар екінші ізгі кім десең шафита болып өлгендер қатын бала қамышын жасқанбай жауға кіргендер дұшпанменен ұрысып майданда жанын бергендер Құдай үшін дегенге сауап үшін кәміл сенгендер үшінші ізге кім десең сақида болған пақырлар дәрежесі олардың пайғамбарға жақындауыр ізге деп кәміл айтады қызмет қылған еріне көңілі таза қатындар қызмет қылса еріне кітапта оны мақұлдап бесінші ізге кім десең ей әділ болған сұлтандар әділдіктің хақында мағлұм болған аят бар
есепке кірер бір күні де дүнияда жүрген ой адамдар Осы заман шағында батыры да бар, би де бар, көрдемшінің билігі төрде жоқта үйде бар. Әділдік ойлап жанышын, қызықпай жүріп малышын, билік айтар кімде бар, атқа мінгені азамат, байды да кім деп айтамыз, биді да кім деп айтамыз. Бұл сөзімді байқаңыз, бағытсыз тілден пайда жоқ. Маған десең жігіттер, қызыл тілден айтамыз, тіл бітпеген кісі жоқ. Естіген халыққа жараса, соны да би деп айтамыз. Би дегеннің мағынасы білекті деген секілді, дүнияны түгелді. Біліпті деген секілді, білімсіз биден бүй тұрса, халыққа салған көзесі. Біліпті деген секілді, білімсіз бидің ақылы, құссыз тағам секілді, ретсіз надан секілді. Саудыраған сабағы, дәнсізде сабан секілді, жүріп жолын таба алмас. Бұхараның шөлінде серігінен айрылып адасқан адам секілді, білген адам бүй тұрса, халыққа пайда секілді, жүзіңменен көрсеткен айдынды айна секілді, тегіс қарап адамға, жақсы менен жаманға, жан-жағы жайма секілді, білген адам бүй тұрса, дұрыстық тапқан секілді, пақырдың көңілі жай болып, тегістік тапқан секілді. Арамзадан бүй тұрса, беймаза тапқан секілді, жайлаудағы қойларға аш бүрі шапқан секілді. Парасыз кісі басқарып, паралы кісі кез келсе, иман сатқан секілді. Осындай болса би емес, абыройын жойған секілді, доңыз сойып ас етіп, етіне тойған секілді. Харамның түбі көпірлік, белгілі болған харамды, халалға сойған секілді, дұшпанда болып Аллаға оразаны тәрк етіп, намазын қойған секілді. Арамза биді бейдесең, жауһардай жарық көңілім, қараңғы басқан секілді. Адал мен арам арасы, жақсы мен жаман арасы, жер менен аспан секілді. Арам биді бейдесең, шайтан малғын шақары деп базарын қосқан секілді. Рахмет дейміз әрбір қатысушыларға, орындаушыларға ескерте кетейік. Енді уақыттың 5 минуттан аспауын ескерткен болатынбыз. Сондықтан соны да ескере отырарсыздар. Құдай берген жырау, айтайын сөздің расын.
ай халқым тұнарсың, естулерің бар шығар, мына тұса бар дейді алашың, адам бармайтын бір жерге салады дейді ұясын, тамағын тауып ала алмас, торғайды жетіп шала алмас, жапалақ деген бір қыз бар, салыстырып сонымен осы қан қалай қиярсың, жыртыда болады арғыма, бір жүрістен қанбаған, жаңырып аяқ шалмаған, бір күні келіп желгенде қозғалтпай қалады қабырқаң, сол секілді жорғаны әлгі жадымен қалай бәс қылады, алдынан қашқан қоянды қуатта дейді бүгіліп, жетеді дейді ақырын үңіліп, сол секілді тазыны төбетке қалай бар қылады, бақытты туған жігіт бар, дұшпанға қалай жем қылады, әйелді ердің ажары, балада үйдің базары, бір алласы бермесе пенденің бар ғой қажары, өлең деген құрғырың айтайын деп отырсаң көрмей кетіп керіп дейді ажары. Келген соң қауымдай қыздың піскені, екі көзден айрылсаң ішіңе тұман түскені, төреліктен пайда жоқ, ақтында жолын білмесе, жігіттіктен не пайда, қатырып жорған білмесе, сұлулықтан не пайда, тегіннен ойнап күлмесе, бір сақта бұлайын, сұраушы бір күн келгесе, сен атадан бірге туған мен, жаманның малын билеме, қолыңа түспей тасқанда, керек десе күйгіні көтеріп дейді аспанда, бір ауылға жақсаң да, бір ауылға жақпайсың, құдіреті күшті құдайым, бір нәрсе берсең мақтайсың, бермесе тіпті жақпайсың, есі болса бір жігіт, үйдің бабын табады, үйдің бабын тапқан соң, бір ауылға жағады, бір ауылға жаққан соң, бүкіл елге жағады, бүкіл елге жаққан соң, бәтиядан құр болмас, алтын мен күміс бұл болмас, мысалға алып қарашы, жерге көміп қойып қарасаң, жаңағы алтын кір болмас, ақылы бар жігіттер сол алтынды меңзейді, ақылы жоқ жігіттер етегін ашып жүрсе де өзіне күн жөндейді, соларды кімдер жөндейді. Қошеметтеріңіз болсын. Естай Аманғосұлы, Жолдас Қуандықұлы, Мұғалжар ауданы, Ахмет Жұбанов атындағы ақындар айтысының 3-ші орын жүлдегері, Әбу Бәкір Кердері, билерге айтқаны. Қарсы алайық. Қошеметіміз болсын. Шабыт беріп отырайық ағайын. Әрбірді сөздің бастауы, әлхамдүлля салауат, мұсылман пенде аузынан дұрыс емес тастауы, алатаңмен аралас зікірді етіп зарлаған бір құдайдың достары, Алланың досы кім десең, бұрынғы өткен пайғамбар, олардың жолын із тұтқан, құлама деп айтқандар, ғашықта болып Аллаға дүнияны қойғандар, ізгілікке қосылмас тұяғы жолдан тайғандар, екінші ізгі кім десең, әй шахид болып өлгендер, қатын бала қам үшін жасқанбай жауға кіргендер, дұшпанменен ұрысып майданда жанын бергендер, Құдай үшін дегенде сауап үшін бәміл сенгендер, үшінші ізгі кім десең, әй сақи болған адамдар, сигедім беріп тәмәмдар, қақыр міскін кез келсе садақа беріп қоғамдар, жұмадан бұрын жұмаққа сақи керер деген сөз, мұны да тыңда жараңдар. Төртінші ізгі кім десең, сабырда болған қақырлар,
дәрежесі олардың пайғамбарға жақындар ізгілік кәміл айтады. Құрмет қылған еріне көңілі таза қатындар, құрмет қылса еріне кітапта мұны мақұлдар. Бесінші ізгі кім десең, ей, әділде болған сұлтандар, әділдіктің хақындай мағлұм болған аят бар. Есепке кірер бір күнде дүнияда жүрген ол адамдар. Ай, осы заман шағында батыр да бар, би де бар. Көрдемшенің билігі төрде жоқта үйде бар. Әділдік ойлап шан үшін, қызықпай жүріп мал үшін. Билік айтар кімде бар, атқа да мінген азамат. Байды да кім деп айтамыз, биді де кім деп айтамыз. Бұл сөзімді байғаңыз, бағытсыз тілде пайда жоқ. Маған десең жігіттер, қызыл тілден айтамыз. Тіл бітпеген кісі жоқ, естіген халыққа жарасый, оны да би деп айтамыз. Би дегеннің мағынасы білікті деген секілді, дүнияны түгіндеп. Білікті деген секілді, білімсіз бидің ақылы тұзсыз таған секілді, ретсіз надан секілді. Саудыраған сабағы дәнсізде сабан секілді. Жүріп жолын таба алмас бұқараның шөнінен, серігінен айырылған адасқан аңдай секілді. Білгенде адам бей тұрса, дұрысты тапқан секілді. Қақырдың көңілі жай болып, тегісті тапқан секілді. Арамзаны бейдеме, шайтан малғын шақар не басарын қойған ол секілді. Ай, ой. Зекетсіз болса пайда жоқ, қасықтап жиған малыңыз. Қыз жібекті жылайын заманда серкек ұрғашы ақсақалы шалыңыз. Алтындаңыз шараңдар көзге сөзді қоялық, қыз жібектен сөз қосап қызығына тоялық. Сыры түскен шерлерін жаңғыртып тағы қоялық. Сөз дүкенін құрған соң тамақ керек бәріңе, бір тоқтыны соялық. Ай, кешегі өткен заманда айдын мұсылман аманда. Кіші жүздің елінде Жағалбайлы елі бар. Жағалбайлының мекені Ақ теңіз деген көлі бар. Шашайлауын сұрасаң қара теңіз жағасы, Бұлажардың белі бар. Жағалбайлының елінде Базарбай атты байы бар. Байлығын оның сұрасаң өлшеу қылып айтуға есепте жетпес жайы бар. Байлығында өлшеу жоқ, 700 түйе жүк екен, тілдәсі менен шамбысы, 1000 түйе жүк тағы бар, қант пенен шайы бар, аяқты малда есеп жоқ, айдалып барып жайылған. Сол байдау 3 қатын бар, 9 ұлды есепсіз, Тәңір берген мұнша бұлды. Еліне оба келген бір кеселден 9 ұл бәрі қалмай бәрі өлді. 9 ұл ажал жетіп бәрі өлді, ашумен 6 қатын тағы далды. Базарбай 80 жасқа келген шақта тауыпты кіші қатын бірі қылдай.
Қатынай оны тапқан 44 жаста, бала жоқ өзгесінде мұнан басқа. Періште сипатты ұл берді Құдай, көргенде көзі тұнып қанды жасқа. Қойып тау төлеген деп ұлдың атын, жаратқан Құдай артық мұның затын. Баланы сипат қылып айтып болмас, көрген жан ақылынан бір танатын. Базарбай баласына көңілі тойды, қайғының ішіндегі бәрін жойды. Артынан 9 ұлдың бір ұл туып, шұртшиып сансызбай деп атын қойдың. Жүріп тау екеуіне қалың бермей, дұшпанның әрлі деген сөзін өрмей. Өздері тірі жүрсе алар бір қыз, күйегім өліп қалсау тағы көрмей. Алса да патша қызын малым жетер, менікін жаратпаса ескәні кетер. Күйектен қатты тартып жүрген басым күйермін, жазым болса одан бетер. Төлеген сонда 12 жасқа келді, қызы деп араладау тәмәм елді. 16 жасқа дейін қыз жарытпай, ат жетер жер тарылтып тәмәм қылдай. Еліне бір сәудегер келді дейді, бұлардың әбді жайын білді дейді. Дүние құр Базарбайдай көрмедім деп сәудегер мазақ қылып күлді дейді. Бұл малды бекер жейіп керегіне бермепті ұлының қалын біреуіне. Көзінің ағы менен қарасындай, мал кие шаңға мирас тілеуіне. Айтадау сонда біреу оның жайын, бақ дәулет берген артық бар Құдайым. Ел жұрттан қыз жаратпай жүртілеген жүрген жоқ, малын аяп Базарбайың. Саудагер мұны естіп ойға қалды, шақырып төлегенді қасын алды. Қыз жақпай жүрсе егер айталық деп, бұлай деп төлегенге ақыл салдай. Төлеген өз еліңнен, қыз жақпай өз еліңнен жүрсе саған, төлеген сүйінші бер. Бейбіт Қажығалиев, Батыс Қазақстан облысы. Әбу Бәкір кердері, 11 тілек. Өзі беруден қайғылы болады, ер жігіттен болса уғатар теңінен. Не пайда бар жігіттер, құдығы терең су аша, ой сарғат қылдың шөбінен. Өтірік айтпа жігіттер, өтірік айттың, қор болдың көрің жуық төріңнен. Дүнияның мысалай қызыл түлкі секілді, ой шұбалаңдап көріңнен. Қызыл тілім сау болса бір сөйлеуге еріммен, жақсыдан әрсеу құраған қарашау тілдің айдай нешеменен. Әркімнің де теңі бар, көрінгенге шөлдеткен жігіттік сенің жерің бар. Жігіттік сен ауқай дейін, кәрілік деген керім бар. Құтылмайсың сен одан сыбағалы көрің бар. Ілгері туған жастарым, керегіңдің айдайы өтері бар.
жалғыз қалмасқа, екінші тілек тілей көр, елде бір жалғыз жүрмеске. Үшінші тілек тілей көр, үш көзсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілей көр, төбеге жалғыз шықпасқа. Ой, бесінші тілек тілей көр, бес уақыт намазың бірі қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілей көр, алған жардан айырылып артында жалғыз қалмасқа. Жетінші тілек тілей көр, жез қанатыңдан қайырылып сабалап жерде жатпасқа. Сегізінші тілек тілей көр, серке сандық ат мініп сергелден жолға түспеске. Тоғызыншы тілек тілей көр, қорқасыз тойға бармасқа. Ой, оныншы тілек тілей көр, жетім қамын жемеске. 11-ші тілек тілей көр, елеусіз жерде өлмеске. Сөйлей көр, тілім сөйлей көр, кетерсің сен де бір күні қайда, ой, келмеске. Термесі негеде керек жігітке. Ей, томаған далда топқа сал, бәйгемді алмай құр қалман, дүнияның боғынан талайлы батыр өткен жоқ, жауды көрсе тұлданған, нешеде жүйрік өткен жоқ, бәйгатындай бұлданған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. Ей, боз жорға аттайыр қалған, белгілі жақсы адамға айтқанда сөзің тыңдалған, аталын азған жамандар топқа кірмей шегіліп, бәйгесінен құр қалған, жаманды адам даласы, қонаққа келсең үйіне қабағын түйіп шираңдап өз-өзінен сұрланған. Ей, жақсы адамның баласы, мың сон қонақ келсе де дүниеге тарылмай жайтысындай қырланған. Тіршілікте жігіттер шамаңда келсе бұлғақта, өтпейде тұрмас басыңнан айда. Ей, мынау да пәли сұмдалған. Құлағын тігіп қайшылар шапқанды, сайын есіліп кекілден тері тамшылар. Ей, жүйріктің жайын сұрасаң, бұлдақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйын дайын шаң шығар, және де байқап қарасаң, ал қалай келген әлеумет, түннің көркін сұрасаң, 14-ші ай шығар, жылқының көркін сұрасаң. Ей, жабағы құлын тай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылда тілден бай шығар. Ойласаң жігіттер ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар, бір жаманға бақ бітсе, маңдайдан тере тамшылар. Несие біреу мал берсе, жасылдай көзінен сорас аяғы қан шығар. Өзен дария су алса, орнына көктеп тал шығар. Судың көркін сұрасаң, кемерленген қар шығар. Түйенің көркін сұрасаң, жалғызда өркештар шығар. Сөйлейтін жалғыз мен емес, албандай албан шабатын айдай. Әр жерде жүйрік бар шығар.
туса қыстаушы едің қырға барып, көлденең шыңыраулы шыңға барып, жарлыден жүз қойып етсе айтушы едік, қой ешке толықпаса мыңға барып, саралаба тайғырын мырзабайлар, үргенішке сатушы еді жылда барып, атайғыр айдаушы едік, атан алып, матамен қайтушы едік, шапан алып, қонаққа қой орнына тайын сойып деуші едік, пәлен мырза атан алып, айдаған мал болушы еді бай белгісі, ақсауыт тұрушы еді ел белгісі, ол күні Ыштат деген уақиға жоқ, Айлышат атаулы шат жер белгісі, сүйеніп Жарлыбайға жалғыз көпке ағалық етуші еді жеңге кісі, әділдік болушы еді ханның ісі, бай менен қатар еді жарлы ісі, алдына ақсақалдың қамшытастап айтысып барушы еді даулы кісі, алдына ақсақалдың бітіспесе белгісі болушы еді даудың ісі, ақ айтса тыңдаушы еді жасы кіші, болмайды тіл алғаннан басы кіші, жүріпті мал өсіріп көшіп қонып болмаған одан басқа кәсібісі, жаз болса көшуші едік, нуды жарып, көлденең айдаушы едік, суды жарып, тіспекке қара саба сарығымыз, ішкендей жібергендей оу бір тіс қау жареп ой. Қымызды ішпеуші еді сапырмаған, жылқыны айдаушы еді шатырлаған, ай тимеген мал тұяғы көк шалғынға шағалай қонушы еді жапырылған, шарқырап нудан нуға қоныс етіп бір жерде 5 күн қонып отырмаған, үйіне ақсақалдың кеңес құрып мырзалар тарқаушы еді топырлаған, ұл туса қыз туса да той қылдырып халықты қоймаушы еді шақырмаған, ұл туса қыз туса да той қылдырып халықты жинаушы еді қол қусырып, ақ киіз арғымағат шетелеп елдерден келуші едік, айлық жылдық қайғазан он кісілік көтеруші еді, сары жау сары саба сайғылдырып, бозбала атпен табақ тартушы еді, отырған қонақтарды жайғылдырып, 300-ден батыр келіп алуан ат шапан алушы еді, шыққан палуан жер-жерден ара кіді, жалғыз озып жүйріктер болушы еді, бәйген алған өзінің әдет ғұрпын үлгі етіп, қазағым бұрынғыдан сондай болған. Ер өлсе кетпеуші еді қатындары, некелеп алушы еді жақындары, жоқ еді той қылдырмай қыз ұзату, болса да он саулықты пақырлары, келін алып ел шетіне күйеу келсе көлгөсір болушы еді шашулары, ол күнде дау жоқ еді жауаз еді, адамдар дау қылмайтын сабаз еді, қой десе бірақ сақал бітім болып алысқа ұзамайтын разы еді, ер өлсе беруші едік, айтып сауын ағайын келуші едік, қауын шаңғылып төрттілік мал шулағандай тұрғандай болушы едік, оу қазан даулым ай қазан даулым шырдың басы өлеңнен тасы қандай дариясы, күй тартсам мән шырқасам ширай берем, сұңқардай құяқ ұшқан кең құлашай, өлең жыр әнменен күй бұда еңбек шығарған, еріккеннен емес ермек, адамның ақыл ойы қол күшіне сай болса дүниядан етен келмек, қызықты тұрмысыңда етем десең аянбай істе жұмыс маңдай терлеп, мен дағы өлең еңбек деп түсініп маржандай сөзді тердім қойды тербеп, еңбекпен абыройың арта берсін жұмысқа қолдарыңда тигізсем деп Жалқаулар жатып ішер арам тамақ, ондайлар болады ғой елге салмақ, шарымай ішер асқа азып тозып өзінің қатарынан кейін қалмақ, борышын
ел алдында көтерілмесе жұрт алған абыройды қалай алмақ. Жұмысқа әлде қайда қолы тисе кеш келіп, мезгіл бұрын кетіп қалмақ. Еңбекке жалқауларды шақырамын өмірге, еңбекпенен келген дұрыс. Отанға тартуыңды алайықтап біреуге жан аямай істе жұмыс. Әркім ақ еңбегімен бағаланады, сондықтан еңбек ету басты борыш. Ақмаққа таяқ деген бар ол, ақылы қысқа сабазға. Мұсылман болсаң жағат қыл, ораза иман намазға. Алланың өзі жеткерет, шарлымын деп сірәзбай. Айтқанымды тыңдасаң, әл жетпеске таласпай. Жақсы менен дос болсаң, артық кемді санаспа. Артық кемді санассаң, әуелгі бастан жанаспай. Сабыр сақта көңіліге, дұшпаныңа сыр ашпай. Дұшпаныңа сыр ашсаң, қайғы түсері бір басқа. Әзілің болса арада, сырыңды айтпа құрдаспай. Алды тұман қары ташып, ері жолынан адаспай. Айтар сөзді байқабай, сырласарда мұңдасқа. Алдыңнан бір күн шығады, әзір сөзің бір басқай. Дүние деген қопасыз, ренжі болса араңдай, алып бір соғар жан басқай. Кей адамда қопа жоқ, бәлесін сақтап жүреді, жақындатып аңыздан. Жолдаста да жолдас бар, сен үшін жанын қиятын, кеудеде жаны бір басқай. Ондай жолдас табылмас, табылса егер жаңылмас. Туысы бөлек нарғасқай, бәрінен де жігіттер, жалғыздық жамын бір басқа. Жақындамай туғаның, шаттан жаман құдалар, ізіңе түсіп өшіксе, ұстап бере жауың. Ай, қылмысыңды естісе, шақырып құрмет етпесе, қыдырып барма есікке. Қыдырған себеп болмайды, тәңірін берген несіпке. Бірақ қонақ келсе сыртыңнан, жүгіре шық кешікпе. Қырықтың бірі қыдыр дейді, дұғасы тиері несіпке. Дұшпанды жеңсең досы қыл, жеңген сайын өшікпе. Өне бойы қорқытып, тығамын демек есікке. Өз көзіңмен көрмесең, біреудің айтқан өсегін шын екен деп еріспе. Бұл жалғанда өсек көп, көрмегенге нанбаған. Екіде досың арасын айырады оңбаған. Жалаң аяқ құлар көп, ішіңе кіріп досым деп өтірік айтып алдаған. Жақсы да жолдас сол болар, шашпай сырын жинаған. Баланың асыл болғаны, ата-анасын сыйлаған. Келіннің жақсы болғаны, жастағы жүрек мінезін қартайғанша қоймаған. Бұл сөзіме жеткерер, ақылға жүйрек оңдадам. Оңдадамның белгісі, шықпайды сөзі шашауға, балтармайды қашауға. Негізі жаманнан жақсыны қайта болмайды жасауға. Басыңды әуелі қосарға, ер асылын таба алмай, басыңды қоссаң осалға. Басыңа қиын үстісе, жер таппасын қашарға. Үйрімсіздің малдары далаға қарай қашады. Салсаң қайдағы шасанға, шегерін қайтады құм болып, өтініш айтсаң нашарға. Алды артын ойламай, ер азамат шатар ма? Асылда туған қатардың ол, досын бір жалға сатар ма?
деген Жандысу. Алқалы жерге шапқанда, ойпанда жерде сортаң барым. Шабыдан туған қорқақ бары сөйледесің шыршыңыз. Алдарында жортақтар туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген, екі ерін таңдай сөйлесін деп шақ берген. Шықпай отыр домбарам, сырылдап оның қақпағы, айтқанда сөзге түсінбес адамның мейсіз ақмағы. Домбарам отыр қағылып, 12 перде қос ішек бауырына тағылып, қоянға қосқан тазыдай бүктетіліп жазылып. Тыңдасаңыз сөзімдай осы араға келгенің, әдептен құр қалмасын үлкенге сәлем бергенің. Түрлі өлең бар, айта берсең өнері бар. Түсінетін адамға ретін айттым терменің. Ұядағы балапан ұшатын күні болғанда, қанаты әбден толғанда, істейді ол да көргенің. Жолдас болсаң жақсымен дұшпаныңды жеңгенің, адамдықтың белгісі біріңе бірің сенгенің. Құлағың сал жігіттер, шарлымын деп мұңаймын. Жетімішең сау болса, Құдайдың сол бергені. Айдың шалқары көлдегі құралайдың балдары, бұл да көркем көрінер. Қорғып қашқан шөлдегі қатарыланған қалың көш, бұл да көркем көрінер. Сағым шалған белдегі қыз жігіт көркем көрінер. Қалыңдара елдегі арунадан туғаны кез өркеш, бұл да көркем көрінер. Айт дегені жердегі қыз бала көркем көрінер. Беттегі ай нұрлы қанменен еділі көркем көрінер. Шағалай біткен талменен арғымақ көркем көрінер. Өкпе бауыр шалменен жиналып келген көпшілік азайтты деп сөкпеңдер. Еркінше даусым шықпады осылай айтым шәйменен. Қошеметтеріміз болсын. Аружан Махамбет қызы. Оразаев Әсет Ердіғалиұлы, Шалқар ауданы. Әбу Бәкір кердері Ағузу менен бисмилля. Әлхамдулилла салаваты, мұсылман пенде көзінен дұрыс емес ай тастауы. Алатаңмен аралас зікір етіп сарлаған бір Құдайдың ай достарым. Алланың досы кім десең, бұрынғы өткен пайғамбар, олардың жолын құттықтап дүнияны қойғандар. Ғашық болып Аллаға дүнияны қойғандар. Шахид болып ай өлгендер, қатын бала қабышындай жасқанбай жауға кіргендер. Құдай үшін дегенде сау үшін кәміл сенгендер. Үшінші ізгі кім десең, сақи болған адамдар, зекетін беріп ай тамамдар. Пақыр мүскін ай кез келсе, садақа беріп ай қоғамдар. Жүмләден бұрын жұмаққа сақи кіреді ай деген соң, бұны да тыңда жараңдар. Төртінші ізгі кім десең, сабырлы болған пақырлар,
дәреже сай бұлардың пайғамбарға жақындар ізгі деп кәміл атайды қызмет қылса еріне көңілі таза қатындар бесінші ау ізгі кім десең әділ болған ай сұлтандар әділдіктің хақында бағылым болған әйет бар есепке кірер бір күн ай оу дүнияда жүрген адамдар келесі орындаушымыз Макуп Серік Бейсенқұлұлы, Қарғалы ауданы. Ғарифолла Құрманғалиевтің 100 жылдығына арналған өнер байқауының бас жүлдегері. Әбу Бәкір Кердері билерге айтқаны. Elhamdülillah salavat Müslüman bindi ağzıman Duru sibes hastalık Allah'tan bir arallık Zikirde yedip zarlanıp Bir gıdaydım da sarıp Allah'ın kızı kımızım Kırımda mukim paygamber Olardım жылын koptukun Bulama dep aytkanдар Aşık bulup Allah'a dünyana koyganlar Ezgilikке koşulmaz tuyağı жылдан тайгандар Екінші ізгі күнесін шахид болып өлгендер Қатын бала қамышын шасқамай жауға кіргендер Дұшпан менен арасып майданда жанын бергендер Құдай үшін дегендер, сауап үшін кәміні сенгендер, үшінші ізгі кім десең, сақита болып өлгендер, зекетін беріп тамамдар. Фақыр мүскін кез келсе, садақа беріп оғандар, жымынадан бұрын жұмаққа, сақи кірер деген сөз, мұны тыңда жырыңдар. Төртінші ізгі кім десең, сауда болған бақылар, дәрежесі олардың пайғамбарға жақындар Әзгі деп кәміл айтамыз Қызмет қылған еріне Көңілі таза қатындар Құрмет қылса еріне Кітапта оны мақұлдар Бесінші ізгі кім десең Әділ болған сұлтандар Әділдіктің хақындай Мақлым болған аят бар Есепке керер бір күнідай дүнияда жүрген адамдар Осы zaman шағында Осы zaman шағындай Батырда бар, биде бар Көрдемшенің билігі Төрде жоқта үйде бар Әділдік ойлап жан үшін Қызықпай жүріп мал үшін Билік айтар кімде бар Атқа мінген азамат Биді де кім деп айтамыз Биді де кім деп айтамыз Бұл сөзімді байқаңыз Бақсыз тілден пайда жоқ Білген адам дей тұрса дұрыстық тапқан секілді маған десең жігіттер Қызыл тілден айтамыз Тіл бітпеген кісі жоқ Естіген қалқа жараса Соны да бидеп айтамыз Оразаны тәрк етіп Намазын қойған секілді Осындай болса би емес
абыройын жойған секілді шайтан мақұлық шаһарында ой базарым қосқан ой секілді Жақсыбек, Маңғыстау облысы, ақын жырау Жетімек Аралбай Оңғарбекұлының 165 жылдығына арналған жыр ғұмыр кәсіби жыр терме байқауының бірінші орын жүлдегері Әбу Бәкір Кердері, қазағым. Қарсы алайық, қошеметтеп отырайық, шабыт беріп, шабыттандырып отырайық. Маңғыстау шабыттандырып. Қыстаушының қырға барып, көлденең шыңырауды шыңға барып, жарлы деп жүз қой бітсе айтушы еді, қой жылқы толық қалса мыңға барып, саралап атайғырын мырзабайлар үргенш сатушы еді, жылда барып атайғыр айдаушы еді, атан алып батамен қайтушы еді, шапан алып қонаққа қой орнына тайын сойып деуші еді, пәлем мырзаң атағалып құлмен шора болушы еді, бай белгісі ақсауыт тұрушы еді, ер белгісі бұл күнде штатталған уақиға жоқ, айдын көл алаша тау жер белгісі сүйеніп жарлыбайға жалғыз көпке ағалы етуші еді, жеңгенісі қаділдік болушы еді, қаныңысы байменен қатар еді, жарлығысы алдында ақсақалдың қамшы тастап айтысып бітуші еді, даудыңысы ағайтса тыңдаушы еді, жасы кіші болмайды тіл алғаннан басы кіші сахрада надандықпен ғұмыр сүріп жоқ екен, қулық сұмдық пасық кісі жүріпті, мал өсіріп көшіп қонып болмаған бұдан басқа кәсібісі. Жаз болса көшушідің ұды жарып, көлденің өтуші еді, суды жарып піспекті, қараса ба сарқыны ішкенде жібергендей тілді жарып, қымызды ішпеуші еді, сапырмаған жылқыны айдаушы еді, сатырлаған тимеген балтияғы көкшалынға жағалай жатушы еді, жапырмаған жардырып нудан нуды қоныс етіп бір жерде 5 күн қонып отырмаған үйінде ақсақалдың кеңес құрып аламан тарқаушы еді, топырлаған ұл туса қыз ұзатса той қылдырып қатарғалы қоймаушы еді, шақырмаған ұл туса қыз ұзатса той қылдырып халықты жинаушы еді, қой қырдырып бозбала атпен табақ тартушы еді, жиналған азаматты жай қылдырып бір саба оңсүге құюшы еді, сары жақ сары қымыз сай қылдырып ас беруші еді, айтып сауын ағайын келуші еді, қауым біреу ат біреу түйе біреу бие жетелеп келуші еді, ауыл шаңғылып жердің жүзін ат шаптырып тұрғандай болушы еді, қазандауыл ер өлсе кетпеуші еді, қатындары некелеп алушы еді, жақындары қыз алып ел шетіне күйеу өлсе көтеріп тұрушы еді, шатырларын жоқ еді, той қылдырмай той қылдырмай қыз ұзату болса да он саулықты пақырлары жер-жерден жүйрік келіп алуан атшабан алушы еді, тұрып балуан жерлерден ара күндік жалғыз өзіп жүйріктер болушы еді, бәйген алған өзіне өз ғадетін мүбақ етіп қазағым бұрынғыда сондай болған шабыт беріп отырайық. Құдай берген кердері насихат термесі.
қалсаң бұйым, жақсының жүрген жері күнде жиын. Бір нәрсе сұрап барып ала алмайсың, болады дейді азаматқа үлкен қиын. Бәрі де ақылдыққа керек нәрсе, бұл сөзді түсінерсің болса миың. Ақылсыз бір тусаң да қараспайды, сәл жерде қате болып тайса күйің. Жақсы адам жақсылығын сірә ұмытпайды, өзіңнің кісі сыйлар болса сыйың. Ақылсыз арқа сүйер сөз айтады, өзіңнің ауылыңменен көрсе күйін. Атта бір жақсы болса, құнанда бір жаманға, ашықта бір, тұманда бір. Барында қызғылықтың сарғи қашты, бұл жалға өтейін деп бұлаңдап жүр. Кісіге жалпалама сыр айтпаңдар, болмаса жан шығарым шырайда бір. Дүниеге жолдас болдым бір жасымнан, қарадым азғаналып жолдасыма. Дүние битеріңді білгенімдей, мен саған жолар медім қобасымды. Қорқамын дүние сені ойға алып, бір күнді қондырасың шарбасыны. Бүгінде біреу бақта, біреу тақта, көңілін тарпалаушы әр талапта. Осындай сөйлем жерге келгеніңдей, қызылтын шаман келсе ырғалақты. Сырыңды сыртқа шашпай ішке сақта, досыңды жақсы көрсең сырттан мақта. Байқасаң ашу басқа, ақыл басқа, қалады ақыл болса ашу басқа. Өзіңнің 5 күн өмірін көз салатын, шешіліп сыр айтпаңдар жаман досқа. Болмайды адам жолдас арыстанмен, озбайды аттан ешек жарысқанмен. Байқасаң ашу басқа, ақыл басқа, пайда жоқ құр ақылсыз тартысқанмен. Жаманның күні болып қашып жүрмін, қосыл бір шаман келсе данышпанмен. Жақсының айтқан сөзі ем болады, айтқан мен кемді не кең болады. Арзан мен қымбаттарды барластырша, жебе мен жібек қандай тең болады. Ешекті ат болмайды бастағанмен, ақылсыз жақсы болмайды мақтағанмен. Тағы да осы сөзді тыңдап қарай, сары жек алтын болмай сақтағанмен. Жабыда жолдас болдым бір жасымнан, бәйгеден күнде келген ақтабанмен. Асылып бұл дүние жеткізбейді дейді, мысалға жер арасы аспанмен. Қошеметтеп отырайық. Барлыбаев Жақсыбек. Алдарыңызда Бегайдарова Нұрзада Досмұхамбет қызы, Мартөк ауданы. Әбу Бәкір кердері бисмилля деп сөз бастайды. жәрдем бере көр, тән жаратқан жәлелім, жанға жәрдем бере көр, жан жаратқан жәлелім, қаным қайғай бейбәкі, қайғылы болау заманым, заманым солай болған соң, қайғатты болау табаным, Алладан жәрдем болмаса, төзуге жоқты амалым, сөйлей көр тілмен көмейім, бұлайша деме не дейін, көрген алаш көз салсын, көлденеңнен желейін, заманның мынау түрінен сыбағалап берейін, заманым түгілі ел азды, ел ішінде ер азды, айдында шалқар көлдердің, балығы кетіп суазда, ойтаң жерлердің, оты кетіп жер азды, еділ шагерт екі су,
келт орнаған жер екен, оның сырты қабдығы ең жайлауға кең екен, көресің мақпал түгінде майтаған жер екен, құрағы көптеп гүлдеген мақпалдай шөбі тұр екен, өзен судың арасы миуалы жеміс гүл екен, су аяғы төмен жақ, оның сырты оялы жем ел орнаған жер екен, қарағай қайың тал терек қалың орман ну екен, таяқ кеспес су екен, шөпті қалың өсірген тамылжыған қалыңшық қара жердің ну екен, көлденең жатқан қарашың болдырлаған тау екен, арасын қазақ қыстаған жұттан малай сау екен. Өңірісіген көн қыстап, тау жырасын ел қыстап, қыс жазы бірдей жыл екен, арқаның киік қоланы қарамалмен бір екен, заманның түбін барлаймын, бұрынғының бір жоқ, жақсылардың күні жоқ, соларды жоқтап зарлаймын, ағадан кеттау ағалық, ініден кеттау інілік, інісі болдау терең жар, жүрмеді аға сүрініп, атаның салған ақ жолы тоқтап қалды кідіріп, заман деген желмая, қалмаса халқым жақсыдау, желмаядан жығылып, атаны билеп ұл кетті, қожаны билеп құл кетті, баласы келсе 15-ке ата-анадан күн кетті, білмейді бала құрметті, ағайын туыс қарындас бір-бірінен болып кетті, қыз ананы биледі, анаға билеп тимеді, ата қосқан адамның өз дегені болмаса халелім деп сүймеді, қыз ұяттан айырылып көңілін шайтан сүйреді, абырой кетті жігіттен, айырылды әдеп биліктен, әдеп ақыл саралтын алдында таза сақтамай, қалай етіп шірткен ау ерінің айтқан сөзіне, қатындар мойын сынбады, еріне қызмет қылмады, жалынып күнін көрмесе, қаттайса қатын тұрмады, кітаптың сөзін тәрк етіп, өсекті баса тыңдады, қарттардан кетті ауырлық, сопыдан кетті сабырлық, тұман басы заманды, біз заманға не қалдық, заманның түбі қыл деді, қыл үзілсе басыңнан, жалғыз сағат тұрмайды, аспанда ай күн тұтылды, көріп пе едің мұндайды, ишарат қылып сөйледім, болған соң солай заманым, расын айтып шығардым, дүниедегі шаманың, Әбу Бәкір хат жазып, сөзін беттау тәмәмі. Жараңдар кеңес жазайын. Жараңдар кеңес жазайын, үш бу дәптер қағазығай, ақнақа таяқ деген бар, ақылы қысқы сабазға, мұсылман болсаң іждат қыл, иман руза намаз қой, ағайын болсаң тату болды, әуес болма аразға, ғани болсаң мақтанба, көзіңді салмалазға, ризық берер бір құдай, жарлы болсаң тағазбай. Жалғыз болып бай болсаң, дәулетің болар туғаның, жарлы болып көп болсаң, көпте болса сынғаның, ізгілік етсең сөйлеме, ысырап болар қылғаның, жаста өнер білмесең, өскеніңді ай білмесің, бәйтеректей майыспай қақырайып тұрғаның. Досқа жаман сөйлеме, досқа жаман сөйлесең, өзіңді өзің ұрғаның, алдынан шықпа менсіп, ата менен ананың, өтемесең борышаны, жолығарсың кәрігі, жасаған е жазғаның. Жақсы болса алғаның, көңіле бітер арманың, жаманда болса айтайын, өлгенше өкініп, ішіңде кетеді арманың, қатарыңды көргенде ойым тектес секілді, азда болса жинағың, сонда өзің білерсің, ол бір жатқан дүниенің опасыздық жалғанай. Басыңнан қайса бақытың, жақындамайды туғаның, жаныңдай жаның қудалар, ізіңе түсіп өшіксе, ұстап берер жауыңа, қылмысыңды естісе, шақырып құрмет етпесе, қыдырып жүрме есікке, қыдырған себеп болмайды ай, тәңір жазған нәсіпке, қонақ келсе сыртыңа жүгіріп шық кешікпей. Қырықтың бірі қыдырдың, дұғасы тиер мешітке, Құдайдан дәулет сұрасың, харам қылма кәсіпке, дұшпан жеңсең достық қыл, жеңген сайын бөлшікпе, жеңілген жауға қатын ер, өне бойы қорқытып, тұрамын деме тесікке, өз көзіңмен көрмесең, біреудің айтқан өсегін, шын екен деп есітпе,
бұл заманда бір-бірін көрмегенге нанбаған, сәтке алданыш қылалыған, өз туғанын зорлаған, балаңа деп біле алмас, сабақ алмай молдадан. Кеңеспей келеспес, үлгі көрмей ордадан, қалдырып жауға жолдасын, өзінің басын қорғаған. Жақсы жолдас сол болар, шашпай сырын жинаған, жаман жолдас сол болар, өлімші жерде қинаған, көршінің қоған болған ай, ауылдың малын жинаған. Жасақ жеңіл мінезін, қартайғанда қимағын, қайсыз дәулет сол болар, өзіне өзі қимағын. Бұл сөзімді шеттемес, ақылды артық мил адамның белгісі, сөйлегенде сен демес, сөзі шықпас шашауға, болаты қайтар жүзінің, балта ұрма қашауға, негізі жаман жастықтай, қайтадан болмас жасауға. Білімсізді үйрету, салғандай құрық асауға, асылдың ізден әсілін, басыңды әуел қосарыға, көпті болса қырмасты, жалғыз жүріп қасарыма, жалғыз жүріп адассаң, жол таппассың басарыға, көппен бірге адассаң, ел табарсың асарыға, 30-ға қарай қашады мейірімсіздің шалдары. Ай жас болсаң жасқанбай, жасқанбай. Тыңдаушымыз Нұрмағамбетов Мерген Амангелдіұлы, Байғанин ауданы, Әбу Бәкір кердері, Ағузу менен бисмилля. Elhamdülillah salavat, Müslüman pende ağzına ayılırız emes taslağanı, Ağdala tangmen aralas, zekerede yetip sarılağanı, Bir Kudayının dostları, Kudayının dostu kim desek, Kişilik ötken paygambar, Olarının yolun kop tutkanı, Bulama dep aytkanlar, Kaşıkta bulup Allah'a dünyada koyganlar, Ezgilikке koşulmaz doğru joldan tayganlar, Ekinci izge kim deseng şahitda bolup ölgenler, Al katında bala kamışın jaskanbay jauga kelgenler, Koşmanı menen urusu, Maydanda janın bergenler, Kuday üçün degenge, Sol üçün kamil sengender, Allah üçün izge kim deseng sahira bolgan adamlar, Zeketin berip tememler, Pakırda miskin kez gelse sadaka berip koğanlar, Jümleden burun jumakkoy sahila keler degen söz monu datında jaranlar, Al dördüncü izge kim deseng sabırlı bolgan pakırlar, Derecesi ulardın paygambarga jakınlar, Ezgelep kamil adaylı kızmet kılsa yerede köngülü taza kadın. Al dördüncü izge kim, al beşinci izge kim deseng, Edildi bolgan sultanlar, Edildiktің жолында мағлұм болған аят бар, Есепке келер бір күнің ары, Дүнияда жүрген адам бар. Жарықта сәбірек айыр өткен, Нұрлың башарап атымен, Шеті қатта аспан ай жер еткен, Жерден де алып ай топырақ, Боладың заттың ай дүр еткен, Пендемізде өсіп ай өлсінде, Жолдасы да оның ай болсынды, Жолдасқа ел ай жар еткен, Бес намаздың ай шығарды, Жүрсінде қолым ай бәретті, Бұл замандан айды өткен, Патшалы да байтаға ел өткен, Арқасында ай
ерлердің мал жайықта шаруалай күлгені алып өсішкен ай келгендегі пайғамбар Мұхаммед үмбетімді бай ол өткен зұлпы қарын ай суырғаны қарсыда келген ай дұшпанның заманасын ай қурғаны қатылы бір күн ай өлтіріп әзіреті ғали ай шіреткен одан да берің ай сөйлесем түрікпен деген ай халықтаны мақтым бұл шайыр ай бұл өткен қара қалпақ ай ішіне құтты шандай ай бір өткен жақындатып ай сөйлесем таға деген ай халықтаны есет деген ай ер өткен табын деген ай халықтан барақпен де асау ай бір өткен одан да берің ай сөйлесем сегіз арыс ай алайдағы қосаймен де бекет ай бір өткен Айсамен де қосал ай ер өткен әулие өлмес ай дер едім әмбие өлмес ай дер едім солардан қалған ай жалғансың түп атаңа сенің айкым жеткен Söz bası. Bismillahirrahmanirrahim істің басы бұладай осылайша бастасам көңілге сөзім қанадай ай жиналып келген халайық сөз сұрасаң біздей алтыннан базарлы жерге келгендегі ай басымды бұлдап тартынған мен бір аққан дария ай кемерін соғып шалқыған мәжілісті жерге келген соң тәңірім жел сөз бергенсің домбырам ай қозғалып көңілдің бір жерін қозғалып мен бір жауап бастайын ұрғаным сүргін тасқан ай таусылмайтын сарқылып өзеннің қайнар бастауы алқалаған әлеумет ортаңызға зауқ етіп жарылап сөзді тасталай көрмесе адам жат болар ағайын туған қалқалан жақсы мен жаман айралар сөйлеген сөздің парқынан айтсам бір ай даусым ашылар атамыз қазақ алшыннан нешелер бұрын ерді өткен дұшпанын жерге жастаған жауынан қорқып саспаған батырлар өткен басалған қаруы қанға жасарған қайрасаң шықпайды қасиеті азып бір туған нашар алуан жан жаратқан ай аллаға пендені қиялда ойладым басымды соққа сарнаға толы жастықтың бай күнінде көптің бір көңілін қоштадым мереке тойға барнаға шекер асып ай өзгімнің бір күні біздің ай өлерміз атамыз қорқытай сақтанып қалан мамдылай олдағы 40 жыл қашып далада жегеде сатамай сарт болғаны кеше жыл жүріп ай дарияда аллысыде шара жоқ ол берген ордан дарияға қайысар айына ұлтуып ожмақтан орын тұтылған заманнан заман озғалы тек жалғыз ағай сол дейді өлімнен тірі құтылған таба алмадым ғой басқа жаны дүнияның шарыла бұрышының айлайы 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 Қошеметті Сүгірбай Марат Бердібайұлы, Қызылорда облысы 2022 жылдың маусым айында Шымкент қаласында рухани қазына дәстүрлі ән мен терме орындаушылардың республикалық байқаудың арнайы жүлдесі. Әбу Бәкір Кердері өсиет.
Çöl bolar çölünde senin geldirgin Kugaldı şalgın köl bolar Kölünde senin geldirgin Жағалай kongan il bolar Ildinde senin geldirgin Örüstü jürübüz kemirgin Törtülüp dağmal bolar Жақсыға dövlet bakkonsa Parasatlı pan bolar Жаманға dövlet bakkonsa Orunun tapbaydan bolar Körüngenge orunap Öz aytan jüm bolar Жаманға айтсан sırаңды Ayağına tor bolar Mıқты menен alsa Mıқты menен alsaң Жығылсаң da жықсаң da Basыңа үлкен sor bolar Ey ақсын қарғыстың баласы Күйіне түспей қуалмас Шын асылдың баласы Өзіндей болып туалмас Жапалақ қонып бақшаға Бұлбұлша сайрап тұралмас Билерден ықпал тарқаса Еркіндеп мәжіліс құралмас Өзі болған жігіттің ата тегі сұралмас Егескен жауын мұқатпай Ерлердің көңілі жұбанбас Жауда қалса жолдаса Биясыл мойным бұралмас Нәсілсіз туған нашардың жиналып басы құралмас Атаға сөз келтіріп қатары басы кіралмас Ей қайыр жоқ байлардан ел қонбаған шөл артық Сапанда су алып бақа сорған көл артық Жұма сайын келетін желепті жебеп жүретін Иманы бар өл артық Мұндай байдың жаһанда барлығынан жоқ артық Малым берсе өсімге шарғыдан артық кесімге Шарапатау тимесе жетімменен жесірге Ондайдау ешбір бай деме Таудан да үлкен кесірде Қонағы келсе кеттесе жалған бір сөзін еппесе бай менен биді құрметтеп тақырға көңіл жетпесе сол секілді байларды кінәлі болмайсың иттесе ей әділетті болса басшысы елінің бүтін жағасы тура бидің белгісі Ашылар істің сарасы, асыл ердің нышаны, әдепті болар баласы, әдепсіз болса баласы, жасқаншақ болар анасы, әдепсіз бала белгісі, әкесі болатын ағашы, жолды сөзбенен жазылар, көңілдің шерелі жарасы, осындай болды жарандар, Әбу Бәкір ақынның қағазға жазған намасы. Ізгілер айып етпеңдер сөзімнің болса оғаши Ақ кете Шернияз сөз сөйлейін бөлмелеп. Әр нұсқадан термелеп сөйлесем болсын кетеді әр қияға өрмелеп
деп құлағың салда тыңдай қал. Қалағандарың сөз болса сөйлемей қалар деп едің. Біздің бір тоқым елі кезек асылдарға ой керек, шығаруға сой керек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жөні бар, сұлуда қызға бой керек. Жұрт теңгеріп тұратын әділ бір төре хан керек. Ханның көркін сұрасын қара орман ел керек. Ел жабылып ішетін айында шалғар көл керек. Көл жағалай қонуға көкорай шөпті жер керек. Ел шетіне жол дейсі көк бүрідей ер керек. Ер астына мінуге бейіне бермес сұр керек. Ертеңнен шапса кеш көзған, ылдидан салса түс көзған. Ұзақшыл тарлан тармықын қысқада мойымау сұр бөжек ай. Қалағандарың сөз болса, мен жырлауға құмармын. Аттан аттың есі кем, өзі де тұрланды болса. Ерлерден ердің есі кем, айтылған сөзде берік болса. Жалы бір кетсем мойнынан, арғымағатта шаба алмас. Нарыдан туған жан болса, ұрсагеде сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт, жалғыз теңдік таба алмас. Жалғыздың ісі оңалмас, көптің ісі жоғалмас. Асыл сойдың баласы, тартқан жерде сөз бар. Жайқын жүйрік бар, бауырын жазып бір шабар. Азық туған жемәнді түйреспенен ит табар. Екіде сырттан ит болса, қой алдырмай қорадан. Екіде жігіт тең болса, ауач бермей даладан. Қарындастың қайғысы қарапты жүрер даладан. Заманда келді қырынан, қамыңды жеде бұрыннан. Сөйлеп қалған тілмен жат құр қалдырмай. Шырыңан Келесі орындаушымыз Ермекбай Бекзат Рустамұлы, Алға ауданы, Әбу Бәкір кендері, қазағым. Қарсы алайық. Қыстаушының қырға барып, көлденең шыңыраулы шыңға барып, жарлы деп 100 қой бітсе айтушы еді, қой ешкі толық басы мыңға барып. Саралап атайғырын мырзабайлар, үргенішке сатушы еді жылда барып. Атайғыр айдаушы еді атан алып, матамен қайтушы еді шапан алып. Қонаққа қой орнына тайым сойып деуші еді пәлен мырза атан алып. Айдаған мал болушы еді бай белгі сай, ақсауыт тұрушы еді ел белгі сай. Ол күнде шыдат деген уақиға жоқ, айлышат атаулышат жер белгі сай. Сүйеніп жарлы байға жалғыз көпке ағалық етуші еді жеңгеңгісі. Әділдік болушы еді ханның ісі, байменен қатар еді жарлы сай. Алдына ақсақалдың қамшы тастап, айтысып барушы еді даулы кісай. Алдында ақсақалдың бітіспесе белгісі болушы еді жаудың ісі. Ағайтса тыңдаушы еді жасы кіші, боламайды тіл алғаннан басы кішай. Жүріпті мал өсіріп көшіп қонып, болмаған одан басқа кәсібі сай. Жаз болса көшуші еді нуды жарып, көлденең айдаушы еді суды жарып. Піспекке қара саба сарқымыз, ішкенде жібергенден ау бір тіс тай жарып ай. Қазағым қымызы
сапырмаған жылқыны айдаушы еді шатырлаған. Ай демеген мал тұяғы көк шалғынға, жағалай қонушы еді жапырылған. Жарқырап нудан нуға қоныс етіп, бір жерде 5 күн қонып отырмаған. Үйіне ақсақалдың кеңес құрып, мырзалар тарқаушы еді толпырлаған. Ол туса қыз туса да той қылдырып, ел-елді қоймаушы еді шақырмаған. Ол туса қыз туса да той қылдырып, халықты жинаушы еді қол қусырып. Ақ киіз арғымағат нәр жетелеп, елдерден келуші еді айлық жылдық. Тайқазан оңтүстігін көтеруші еді, сары жау сары саба сай қылдырып. Бозбала атпен табақ тартушы еді, жиналған қонақтарды жай қылдырып. 300-дің батыр келіп палван алван, ат шапан алушы еді шыңға бала. Жер-жерден ара күнде жалғыз озып, жүйріктер болушы еді бәйген алған. Өзінің әдет ғұрпын үлгі етіп, қазағын бұрынғыда сондай болған. Елеусе кетпеуші еді қатындар-ай, некелеп алушы еді жақындар-ай. Жоқ еді той қылдырмай қыз ұзату, болса да он саулықты пақырлар-ай. Келін алып ел шетінен күйеу келсе, көлгөсір болушы еді шашулар-ай. Ол кезде дау жоқ еді, жауаз еді, адамдар дау қылмайтын сабаз еді-ай. Қой десе бірақ сақал бітім болып, алысқа ұзамай біразы еді-ай. Кіс өлсе ас беруші еді, айтып салып, ағайын келуші еді қауым алып. Біреу ат, біреу түйе, біреу бие, көлгөсір болушы еді қауым алып. Шаңғылып төрттілік мал шулағанда тұрғандай болушы едің ау, қазан даулығы-ай. Ай, қазан даулығы-ай. Қалағандарың сөз болса. Қалағандарыңда сөз болса, қалағандарыңда сөз болса, мен жырлауға бір құмармын. Шұбалаң құйрықта шұбармын, шапқан аттайда заулаймын, жанған оттайда қаулаймын. Не қылған менде дер күнім, бұлдырағанда таудаймын. Екі алысқанда жау болса, арасында бір панамын. Мен ақ бауырда кер жорғай, әдемі басқан аяғын. Қарасаң көзің жеткісіз, жылмайып жатқан даламын. Жортқан атқа жеткізбесей, ұзында бауырай саламын. Жоғардан аққанай жайықпын, теңізге құйған аяғын. Шығыстың қатты желі мені алайлатып ағамын. Сөйлемеймін мен неге, қашаннан да мен өзім зар жақ бір туған баламын. Сөйлесем сөзді табамын, сөйлей аламын. Көпшілік сөйле дегенден іркілмеймін жел сөзге. Кеудедегі ай білгенді алдыңа төгіп саламын. Қаумалап халқым келгенсің, селт етпей топым жел сөзді. Көрінбейін бекер жеп, менің де айтқан сөздерім ай таңдайыңа татымас. Абылда менен нұрымнан дәніккен жұртым шекер жеп. Мен адайдың ақтаны, сөйлесем сөзім тақталы. Бөгелсе бөгет бермейтін
Қара таудың ақпары, сөйлей берейін, ай сөз жүйесінде көрейін. Әрде берің ай сөйлесем, бұл өзімнің мерейін. Сөйлегенің қиын ба, сөз дегеніңде бұйым ба. Талайда талай ай сөйледім, сатырлағандау жиында. Келесі орындаушымыз Әбілқасан Нұрпейіс Елбайұлы. Ақтөбе облысы Құлсары қаласында өткен республикалық ән қайнар кең жылы атты дәстүрлі ән орындаушылар байқауының бас жүлде иегері. Ағузу менен бисмилля Әбу Бәкір Кердері. Әрбір сөздің бастауы Алхамдулла салауат. Мұсылман пенде аузынан дұрыс емес тастауы. Ала таңмен аралас зікірді етіп зарлаған бір құдайдың достары. Алланың досы кім десең, бұрынғы өткен пайғамбар. Олардың жолын құп тұтқан, ғұлама деп айтқандар. Ғашық болып Аллаға дүнияны қойғандар. Ізгілікке қосылмас тұғыры жолдан тайғандар. Екінші ізгі кім десең, шахидта болып өлгендер. Қатын бала қамышын жасқанбай жауға кіргендер. Құдай үшін дегенге сабап үшін кәміл сенгендер. Үшінші ізгі кім десең, сақи болған адамдар. Зекетін беріп тәмамдар. Пақыр міскін кез келсе садақа беріп қоғамдар. Жүміләден бұрын жұмаққа сақи кірер деген сөз, мұны тыңда жарандар. Төртінші ізгі кім десең, сабырда болған пақырлар. Дәрежесі олардың пайғамбарға жақындар. Ізгі деп кәміл айтады. Қызмет қылса еріне көңілі таза қатындар. Құрмет қылса еріне кітапта оны мақұлдар. Бесінші ізгі кім десең, әділ болған сұлтандар. Әділдіктің хақында мақұлым болған аят бар. Есепке кірер бір күні да дүнияда жүрген адамдар. Құрметті мереке қонақтары, олай болса бүгінгі байқауға қатысушыларымызды марапаттау рәсімін бастайық. Алғыс хатты табыстау үшін аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Аппазов Бекжан Аппазұлына береміз. Алғыс хат Шотып Алтынбек Ойыл ауданы. Макул Серік Қарғалы ауданы. Оразаев Әсет Шалғыр ауданы. Нұрмағамбетов Мерген Байғанин ауданы. Сәмен Жолдас Мұғалжар ауданы.
Қожығалиев Бейбіт, Батыс Қазақстан. Абдырахманов Ғалым, алғыс хат 80 мың теңге сертификат. Үшінші орын менен марапаттау үшін Елемесов Жеңіс Қажымұнханұлын шақырамыз. Кәрім Жаслан, Темір ауданы. Сүгірбай Марат, Қызылорда облысы. Барлыбаев Жақсыбек, Маңғыстау облысы. 100 мың қаржылай сертификат. Марапаттарыңыз құтты болсын. Екінші орын жүлдегерін марапаттау үшін Әділбек Мұхидоллаұлын шақырамыз. Өтеуіліп Естай, Хромтау ауданы. Ермекбай Бекзат, Алға ауданы. 200 мың қаржылай сертификат. Бірінші орын жүлдегерлерін марапаттау үшін Алға ауданының құрмет азаматы Ағниязов Нұрхан Сабыржанұлын шақырамыз. Әбілқасан Нұрпейіс, Ақтөбе облысы. Арнайы жүлдемен марапаттау үшін Әбдірова Ғазиза шақырылады. Нұрзада Бегайдарова, Мартуг ауданы. $130 мың сертификат. Бүгінгі бәйгеде кереметтей оза шауқан бүгінгі бас жүлде иесін марапаттау үшін аудан әкімі Ержанов Нұрбол Бақытжанұлын шақырамыз сахна төріне. Алғыс хат және де 600 мың қаржылай сертификаты менен Ерілова Аружан, Атырау облысы. Марапаттарыңыз құтты болсын, естелік суретке түсуге шақырамыз баршаңызды сахна төріне. Құрметті қонақтар, қадірлі әріптестер, бүгін міне Әбубәкір Боранқұлы бабамыздың рухына арналған шара ойдағыда өтті деп ойлаймыз. Бір тұтас біз елміз, бір тұтас мемлекетпіз дегенді бүгін тағы да көзіміз куә болдық соған. Мына бүгінгі біздің шарамызға бабамыздың рухына дейін құрмет көрсетіп жатқан, өшерге өз өнерлерін көрсетіп жатқан біз мына болгар халқымызға алғысымызды айтамыз. Біз қашанда бірлігімізді сіздер көрсеттіңіздер бүгін. Мына бүгін 5 облысымыздан арнайы келіп, бүгінгі кешімізге қатысып,
үлкен жоғары деңгейде өнер көрсеткен біздің әріптестерімізге көп рахмет. Бүгінгі жүлделеріңіз баршаңызға құтты болсын. Естелік суретке түсіп алайық, баршамызды сахна төріне шақырамыз. Бірер минутта күте тұрыңыздар.